Если менің көзімше екі қызды әкеп қамасын қазір. Жүр, мен бармаймын. Әкеге бармаймын. Бармаймыз ешкім. Қамайды. Сосын ол тұрады да сол жерде ұрып жібергеннен кейін балалар шақырады. Талғарда 4 қазан түні 16 жастағы Шерзат Болатты 13 адам жабылып, арасынан бір жігіт пышақтап өлтірген. Арма көрермен, сіздермен бірге QR News агенттігі. Даудың басы алғашында дүкеннен алған тауар ақысын төлемеуден шыққан. Әкесіне дөрекі қарым қатынас жасаған сатып алушымен мәселені шешпек боп, араша түсіп, Шерзат сөйлеседі. Жаңа сатып алушы кіретті. Короче, пиво бер, анау мынау дейді, короче. Ағаммен, менің ағаммен ерегісіп қалады. Боқтап сөйлейді, сосын бір кезде шығып кетеді, алып менің бауырым намысшыл болады да. Братан, менің әкеме не деп жатсың, анау мынау деп сұрайды. Ана боқтап сөйлейді, сол жерде менің бауырым ұрып жібереді ананы. Сосын ол тұрады да, сол жерде ұрып жібергеннен кейін балалар шақырады. Кешірім сұрап, бет қолын жуып, видеода да бар. Бет қолын жуып, кешірім сұрап, болып бауырым деген кезде сол кезде анау тұрады, шетке тұрып звондайды достарына. Алайда дүкеннен шыққаннан кейін жігіттердің бірі достарына қоңырау шалып, разборкаға шақырады. Арада шамалы уақыттар өткеннен кейін оқиға орнына 3 көлікте лық толы адам келеді. Олардың саны 13 еді. Шерзаттың жүрек тұсына пышақ жарақатын салып, тепкілеп басынан қарумен ұрған. Тіпті сол кезде араша түсіп жедел жәрдем шақыруын өтінген ағасына да қарамай соққыға алғаны видеоға түскен. Әлеуметтік желіде қылмыс жасады деп күдікке ілінген 7 жігіт пен куәгер ретінде тіркелген 2 әйелдің аты жөні тарады. Алайда тағы 4 адамның кім екені әлі белгісіз. Марқұм Шерзатқа араша түсіп жанұшыра айқайлап жедел жәрдем шақыруын өтінген Нұрғанаттың айтуынша қылмыстық топ арасында прокурор мен халыққа қызмет көрсету орталығының басшысының да балалары бар. Оның айтуынша олар тіпті бауырының қаза болып кеткеніне де мән бермей, оны тепкілеп, соққының астына алуын жалғастыра берген. Мына жер Талғардағылардың барлығы таныс тамыр. Прокурордың баласы, соттың сонның бастығының баласы, одан кейін жаңағы депутаттың інілері жатырыпты. Бұл жерде оказывается соларға тамақ тасып атты. Олар рахаттан өмір сүріп отыр ішінде. 8 қазан күні Шерзаттың отбасы іске қатысты наразылықтарын білдіріп көшеге шықты. Қайтыс болған Шерзаттың әкесі Қаржаубай қылмыс құрамының түгел қамауға алынбағанына наразы. Оған қоса қылмысқа қатысы бар 2 әйелді куәгер деп танығанына ашынатынын айтты. Если менің көзімше екі қызды әкеп қамасын қазір. Бесін халықтың көзінше әкеп қамасын. Ана баланы әкеп қамасын. Қазір жолда ашамыз қазір. Ашам мен көзінше қамасын. Жүр, мен бармаймын. Бармаймыз ешкім. Қамайды. Бізге балалар видеосын жібереді осы жерге. Содан кейін бармаймыз. Әрекеттеріңіз заңсыз. Қара братан. Мен аудан әкім боламын. Аудан әкімсіз бо? Әпкесі боламын, кеше түнде сіз қараңыз. Сіз аға ештеңе шеше алмайсыз. Заң бар дейсіз да? Жоқ, не шешілмейді, сіз маған соны айтыңызшы. Балалар қамалды. Балдар емес. Сол жердегі қылмысқа қатысы бар 2 қызды да куәгер етіп отыр мына кісілер. Қалай ол куәгер болады? Ол куәгер болса маған араша түспей ма? Менің балама неге араша түспейді? Неге 102 шақырмайды олар куәгер болса? Қазір сот ісі Қонаев облыстық сотына ауыстырылған. Шерзаттың әкесі Қаржаубайдың да талабы осы болатын. Енді олардың басты талабы қылмыс жасаған адамдардың бәрі лайықты жазаларын алса дейді. Дулат Абдраманов, Мерей Кенжеғали, арнайы QR News үшін.